Қайырлы кеш достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бауыр мен картошкадан жасалған пирожки дайындап көреміз. Бізге ең алдымен қажетті заттар: ыстық су, айран, ашытқы, тұз, қант, жұмыртқа керек болады. Ең алдымен біз айранымызды құямыз, оның үстіне жылы суымызды саламыз, жұмыртқамыздың ағын саламыз. Қант, тұз, ашытқымыз барлығын салып, бірге араластырамыз. Аз-аздан ұн сала отырып, бір келкі қамыр жасаймыз. Жақсылап араластырамыз. Үстіне күнбағыс майымызды құйып, жұмсақ қамыр жасаймыз. Міне қамырымыз дайын болды. Шамамен 1-2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Картошка, бауыр екеуін турап саламыз, су құямыз. Жарты қасық тұзымызды салып қайнатамыз. Қайнаған бауырымызды блендерден өткізіп аламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Мінекей блендерден өткізіп болдық. Картошкамыз дайын болды. Енді жақсылап кеземіз. Енді картошкамызды езіп болдық. Үстіне жаңағы бауырымызды салып араластырамыз жақсылап. Дайын болған қамырымызды ұн сеуіп дайындап аламыз. Осылай дөңгелекше етіп дайындап аламыз. Ұнымызды себеміз. Дайын болған қамырымызды жаямыз. Салмамызды салып, осылай түйіп шығамыз. Қамырымыздың бөліктерін дәл осылай жасап шығамыз. Табамызға көп мөлшерде майымызды құйып, орташа отта пирожкиларымызды пісіріп аламыз. Осылай қасықпен үстіне майды құйып отырсаңыздар болады. Мінекей достар, біздің пирожкиларымыз дайын болды. Керемет болып пісіп шықты. Қамыры өте керемет көтерілді. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін достар. Ұнаса тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Алдын ала рахмет.